Қызықты фото суретте бірнеше мемлекет басшылары және жоғары лауазымды тұлғалар ресми жиын кезінде бейформалды түрде қозғалып бара жатыр. Негізгі фокус орталықтағы екі адам Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин. Орталықтағы екі тұлға Тоқаев пен Путиннің саяси салмағымен келіссөз жүріп жатқаны білінеді. Тоқаевтың дене бітімі тік, иығы ашық, байсалды тыңдаушы рөлінде, бірақ сөзге де араласуға дайын. Оның жүруі сабырлы, бір қалыпты. Путиннің иығы сәл алға шыққан, қол қимылы белсенді. Екі жұдырықты кішкентай қимылмен итеріп көрсетіп жатыр. Бұл пікірін дәлелдеуші адам рөлінде. Ол өз ойын сенімді түрде айтып жатыр. Екеуі де бір-біріне тіке қарап келеді. Бұл ашық диалог, жасырынған ештеңе жоқ дегенге саяды. Тоқаев көзін сәл төмен салған, жоспарлы ойлау, сабыр. Путин тіке қарап келе жатыр. Жедел әсер етуге бейімділік. Артта келе жатқан Лукашенко бет-әлпетімен жүрісі ауыр, иығы түсіңкі. Бұл адамның қазіргі сәттегі рөлі формалды бақылаушы, бірақ жүйенің ардагері рөлін сақтауда. Тоқаев пен Путиннің аяқ қадамы дерлік синхронды. Бұл дипломатиялық қарым-қатынастың тең дәрежеде екенін білдіреді. Тоқаев Путиннің оң жағында жүр. Протокол бойынша бұл мәртебенің теңдігін немесе құрметті қонақ рөлін білдіреді. Жалпы атмосфера құрмет пен бақылаудың, бірақ жасырын шиеленістің үлгісі.